айының қазақтың келіншектері, әйел аналары күн сайын әлеуметтік желіні ашып қалсам, кемінде 10-15 келіншек немесе қыз отырыстарда ақша сұрайсыздар. Сіздер менің видеоларымды көріп, күніге мына әпкеме жұмыс жасамайды, пели танцевали болып, сол ойын күлкіде той-думанда жүреді деп, ақшасы көп болған соң, соған қол жетеді деп ойлайсыздар ма? Мына журналды мен бекер алып шығып тұрған жоқпын. 20 жылдық тарихы бар журнал, 52 беттен тұрады. Қандай тамаша журнал. Осы тамаша журналдың тамаша болып шығып тұруы үздіксіз. Менің табан ақымандай тер еңбегім, жандарым. 20 жыл ай сайын үздіксіз шығару деген, мына журнал аман есен шығу үшін мен 10 адам жұмыс жасаймын. Өзім теремін, өзім тасимын, өзім директоры, өзім бас редакторы, өзім дипломатиялық қатынастардың бәрін беріп ұстап, осындай дәрежеге жеткізіп ұстап тұрмын. Қаншама қиын жағдайларда біздің баспасөз құралдары тығырыққа тіреліп қалған. Енді қараңыз, бұл бір ғана менің шығармам. Ал енді мен теле жүргізуші ретінде, эксперт ретінде, баспагер ретінде қаншама еңбегім бар. Мен бақандай ресми 4 жұмыс жасаймын. Сол 4 жұмысты мен жетіскенмен жасап жатырмын ба? Сол 4 жұмыста маған миллиондық ақша төлеп жатыр ма? Bir жерде 100 мың береді, бір жерде 20 мың береді, бір жерде 150 мың береді. Теріп, мен өзімнің атымды затымды жасап жатырмын айналайындар. Мен жарқа жүрегіне қарап, күніге менен 100 мыңдап, 20 мыңдап, біреуі зайын жасай алмай жатырмын дейді, біреуі кредитін жаба алмай жатырмын дейді, біреуі бала шағам аш ауқатсыз, аш жалаңаш отыр дейді. Бір жігіттер жазады арасында, жігіттердің қанша дос болсында қатты айтуыма тура келіп тұр. Ойбай әпке дейді, сізден дейді, бауырыңыз бар шығар, маған бір 2 мың теңге беріңізші, маған бір 5 мың теңге беріңізші, автобусқа міне алмай жатыр, пойызға міне алмай жатыр. Енді самолеттің ақшасын сұраңдар мені. Не деген сұмдық мынау? Жылу жиналған, қайырымдылық шараларын біз секілді адамдар арқылы ұйымдастырудан бір ұяттарымыз жоқ. 20 жыл, 30 жылдық диагнозы бар адамдар, өмір бақи жазылмайтын адамдар, мемлекеттің қамтамасыз етіп отыруымен емделіп жатқан адамдар, соның өзі бізден ақша сұрайсыздар. Енді қатты айтуға тура келіп жатыр. Бір ұят деген болу керек қой, еңбектенбейсіздер ма? Мен жетіскенімде 4 жұмыс жасаймын ба, қалай ойлайсыздар? Жетісіп отырған, мен де жетісіп отырған әйел болсын, былғылдап күйеудің басында отырмайын ба? Көп бала таптым деп міндет жатырсыздар. Сізге рахат екен, күйеуіңіздің астында балқып-шылқып жатасыз, баланы шықылып туып. Сөйтесіз бе менен ақша сұрайсыз? Мен неге сөйтіп жатыр екен? Қалай ойлайсыздар? Сондықтан да әйел аналар, қыз келіншектер, біз секілді танымалы адамдардан ақша сұрайтын кезде бір сәт ойлаңыздаршы, бұл кісілер қалай танымал болып жатыр, қандай еңбек сіңіріп жатыр, өмірлері қандай екен бұлар деп бір сәт ойлануға болады ғой. Ұят емес па? Күн сайын кем дегенде 15-20, жоқ дегенде 10 адам алақан жайып қайырымдылық шарасын ұйымдастырып деп ақша сұрап отырсыздар. Енді айтпасқа амал жоқ, біреуін ғана мені мысал етіп келтіріп отыр.